Хей, ассалаумағалейкум достар, байланыста Төленбай Мейірман. Көп қойып жатқан сұрақ, барлығын мазалайтын сұрақ. Альтсезон қашан басталады? Бычий рынок, Туздемун қашан болады деген сұрақ. Вроде дайындалдық, бір ай бұрын сатып алдық монеталарды. Бірақ портфеліңе қарасаң, әлі қатты өспеген, немесе бір монеталар әлі просадкада. Жалпы неге альтсезон басталады деп айтылып жатыр, бірақ басталған жоқ па? Немесе ол қашан басталады? Альтсезон дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беретін боламын. Алдыңғы видеода мен осы альтсезон кезінде крипто портфельмен қалай табыстауға болатындығы жайында бірінші видеоны шығардым. Көрген болсаңыз, сол жерде барлығын түсіндірдім. Егер көрмеген болсаңыз, мына жерде видео шығады, мына жерден сол видеоны көріп шықсаңыз, қазір осы видео сол видеоның жалғасы. Жалпы альтсезон басталған кездегі ең бірінші белгісі бұл доминация биткоин бағасы процент көрсеткіші төмен қарай құлау керек, кемінде 55%-ға. Кеше түнде сол іске асып, кеше сол нәрсе болды. Яғни кеше түнде уже альткоиндардың бағасы 20-30%-ке атқан болатын. Давайте практикаға кірісейік. Бүгінгі видеода сіздер қандай монета сатып алу керектігіңізді және оны қалай істеу керектігін көрсететін боламын. Кеттік. Ең бірінші біз жұмысты CoinMarketCap платформасынан бастаймыз. Жалпы крипто бойынша барлық ақпараттар осы платформа, осы сайттың ішінде. Енді достар, ең бірінші қарайтын нәрсе страх жадности, индекс страх жадности. Қазір уақытта жадность бізде 77-80%-ке өскен болатын. Яғни биткоинді барлығы сатып алды, өсті. Қазір барлығы паникада. Ары қарай не болады? Ол 100 мыңға бара ма, немесе ол қайтадан құлай ма деген сияқты страх. Жалпы аудиторияда сондай нәрсе болып жатыр. Яғни бұл жерде егер биткоинмен қарайтын болсақ, биткоиннің монетасының анализіне қарайтын болсақ, жалпы барлығы қорқып атқан кезде кіру керек. Осыдан жарты жыл бұрын айтқан болатынбыз да сатып алайық деп. Барлығы уже жадынысты отқан кезде сату керек. Негізі просто қарапайым ереже осындай. Бірақ бізде қазір альтсезон басталды, біз альткоиндармен жұмыс жасау керекпіз. Ол үшін біз доминация биткоин дегенге кіреміз. Осы жерде көрсетіліп тұр. Енді достар қараңыздар, 55% көрсетіп тұр. Осыдан бір апта бұрын мен көрсеткен болатынмын. Бұл жерде көрсеткіш 59-60% көрсетіп тұрды. Одан кейін альткоиндар 28% көрсетіп тұрған болатын. Қазір 4%-ке құлады биткоиннің басымдылығы, және де альткоиндардың басымдылығы керісінше 4-6%-ке өскен болады. Бұл дегеніміз не? Қарапайым түсінетін нәрсе, биткоиннан шыққан ақшаның барлығы альткоиндарға құйылып жатыр деген сөз. Номер бірінші альткоин бізде эфириумның көрсеткіші өзгерген жоқ, сол күйінде қалды. Яғни мына ақшаның барлығы мына жаққа құйылды. Оны ескертіп айтылған болатын, ол нәрсе уже міне көз алдарыңызда тұр, іске асқан болатын. Енді жалпы төмен қарай түсіретін болсақ, міне индекс альтсезона деген нәрсе бар. Бұл жерде индекс альтсезона 100-180% көрсетіп тұр. Яғни альтсезон басталды деген екінші біздің көрсеткіш сигнал осы жерде көрсетіліп тұр. Уже 100-100 болып тұр. Енді төмен қарайтын болсақ, топ 100 монета соңғы 90 күнде қанша процентке дейін өскен монеталар қараңыздар. 2177%, 560-457%, суи монетасы 361%. То есть альткоиндар атып жатыр. Осыдан жарты жыл бұрын бұндай көрсеткіштер көрсету әрине нарық үшін мүмкін емес болып көрінген. Қазір қараңыздар 200%, 300% жасау деген уже реально, ол нәрсе уже келді. Биткоин бізде төменгі жақта тұр. Міне қараңыздар. Биткоин 65% қана көрсетіп тұр. Міне осы жерден қарап, сіздер осы платформаның ішінден барлығын қарап отырсаңыздар болады. Достар, енді давайте қандай монета сатып аламыз, оны қалай сатып аламыз, соны көрсетейін. TradingView платформасына кіреміз. Менің беретін сіздерге қазір уақытта беретін долгосрокқа немесе краткосрокқа, ол әкімнің стратегиясы әртүрлі. Берілетін монета 3 монета. Біріншісі AVAX монетасына қарайтын болса, қазір уақытта міне бағасы біздің бұл сигнал каналымызда беріліп жатыр, жабық сигнал каналымызда. Онымен қоса менің телеграм каналымда да ақпараттар беріліп жатыр. Қазір достар табысталатын уақыт, егер табысталам дейтін болсаңыздар, мүмкіндікті жібергім келмейді, уақытты тиімді пайдаланам дейтін болсаңыздар, біздің обучениеде жүріп жатыр, біздің сигнал каналдарымыз да бар, сол жаққа өтсеңіздер болады. Өту үшін сілтемеге өтсеңіздер, сол жерде біздің толық ақпараттар бар. Міне AVAX монетасына қарайтын болсақ, міне ол осы уақытқа дейін негізі тарих қайталанады деген ұғым бар кез келген жерде.
Қазір біраз уақыттан бері AVAX монетасының бағасы бір орында тұрды, яғни ешқайда трендта тұрды, және де оны бұзып шығып, қазір уақытта жоғарыға кетіп бара жатыр. Take Profit бізде қазір уақытта бағасы оның $50 болып тұрса, бір AVAX-тың $130 дейін көтеріледі, яғни 200%-ке дейін көтеріледі деген сияқты болжамдар жасалып жатыр. Осы монетаны дәл қазір алуға, спотқа сақтауға кеңес береміз. Одан кейін екінші бізде Gala монетасына қарайтын болса, қазір уақытта міне біз берген сигнал, бергеннен бастап уже жоғарыға кетіп бара жатыр. Дәл бұдан да күтілетін біздің болжамдар, Take Profit бізде қазір уақытта бағасы 0.05 болатын болса, 0.8-ге дейін көтеріледі деген жоспарлар, болжамдар бар. Бірақ достар, ол сіздің стратегияңызға байланысты. Сіз егер де сіз үшін 15-20% қанағат болатын болса, онда 2-3 күндік бір апталық портфеліңізбен жұмыс жасайсыздар. Оны күтіп отырмау, әрине ол әркімнің өзінің таңдауы және де стратегиясына байланысты. Келесі бізде Fil монетасы, қазір уақытта осыны алып скрин жасап, дәл қазір кірем дейтін болсаңыздар, алсаңыздар болады. Дәл солай, график бір-біріне ұқсас, бір орында боковикта тұрды, көтерілді түсті, және де трендті бұзып жоғарыға кетіп бара жатыр. Кемінде мына жерге барғанның өзінде де бізде қанша процент, 20-30% береді деген анализдер жасалып жатыр. Осы үш монета. Енді давайте түсіндік, жалпы альтсезон басталғандығын, бәрін дайынсыз, енді іске кірісу керек, енді қалай сатып алу керек, портфельге қалай енгізу керектігін көрсетемін. Кеттік. Міне достар, бірінші Binance биржасы, немесе Bybit биржасына өзіңіз білесіз, қалай жасау керектігін, қайсына жасау керектігін өзің таңдауыңыз. Төмен қарай түсеміз. Мысалы, менің алдыңғы осы бір апта бұрын сатып алған монета AVAX, Optimism, IO және де Mina монеталары болған, IOTEX монетасы болған. Мен осы жерден $4000 мен портфель жасадым. Мен Telegram каналымда сол жақта кірсеңіздер болады. Сол жерде көрсетіліп тұр. Бұл монета маған өсім берді. Одан кейін мен пайдасын шығарып алып отырдым да, шығарған монетамның пайдасы мен төмендегі Starknet, Injective, Philcoin, WIF сияқты монеталарға салып отырып, мына жерде тұрған монеталар таза мен пайдадан түскен монеталар табысын салып отырдым. Осылай жасап отырдым. Енді ол әр уақыт ары қарай ұстап отыратын монета AVAX, Optimism ары қарай ұстап отырамын. IOTEX монетасы маған өте жақсы өсім берді, оны сатып жібердім. Енді сатып жібердім, енді менде қазір бос USDT бар. Мысалы ретінде айтайын, қалай жасаймыз? Қалай сатып аламыз монетаны? Торговляға кіреміз, AVAX USDT деген жерге іздейміз. Қандай монета айттым жаңа? AVAX, Philcoin және де Gala монетасы. Енді қалай сатып аламыз? Мына жерге поисковикке іздейсіз. Қандай монета? Мысалы Philcoin, Philді іздейміз, Phil USDT таңдаймыз. Осы жерде купить. Мысалы $100 сатып аласыз, $1000, $200, не важно, сумманы жазасыз. Купить басасыз, рыночный сатып аласыз. Сатып алғаннан кейін дәл осы сделканы біз CoinMarketCap'қа кіріп, портфельге кіріп, мына жерден портфельден ішіне новая транзакция деп таңдаймыз да, жаңағы монетаны қайтадан іздейміз. Неге олай жасап жатырмын? Өйткені бұл жүз деп жазып қояйын. Өйткені бұл сіздің Binance-та жасап жатқан активтарыңыздың көшірмесі. Бұл жерде ақша тұрмайды. Бұл виртуалды счет. Неге? Өйткені биржаның ішінде ыңғайсыз, сізге есептеуге қанша пайда берді, оның бәрін есептей алмайсыз. Сол себепті бүкіл транзакция сатып алсаңыз да, сатсаңыз да мына жерге барлығын енгізіп отырасыз. Және сол кезде сізде прибыль за все время деген кезде мына жерде көрініп тұрады. Менің алдыңғы жасаған крипто портфелім 5 күннің ішінде қараңыздар. IOTEX монетасы 32% алып келді, 1296. Бұл дегеніміз, достар, $700,000 бір аптаның ішінде просто ештеңе істемей. AVAX монетасы 16%, $700 шамамен. Одан кейін IONET $600, Mina $263, Optimism $180. Жалпы бәрін қосқан кезде менде осындай пайда шыққан болатын. Жалпы бұл портфелімнің бүгінгі пайдасының өзі $2800. Почти $3000 дейтін болсақ, бұл бір күн ішінде 13%, $1,300,000 пайда алып келген болатын. Осы менің портфелім. Сіздің портфеліңіз, менің депозитім үлкен, менің депозитім аз деген нәрсе жоқ. Ең бастысы осы нәрсеге үйрену керек, оны жасау керек. Әркім өзінің көрпесіне қарай көсіледі. Сол себепті бұл жерде долларға емес, процентке қараймыз. Ойлаңызшы, 30%, 15% бұл өте жоғары проценттер. Оны сіз ешқандай жерден ала алмайсыз. Осы нәрсені жасап үйренсеңіздер, крипто портфель осылай жұмыс жасайды. Енді достар, біз
Бұндай ақпараттардың барлығын Телеграмда өзіміздің сигнал каналымызда бөлісіп отырмыз. Давайте мен сізге біздің сигнал каналда не болып жатқандығы және де қандай ақпарат бергендігімізді айтып өтейін. Давайте Телеграмға кіреміз. Міне менің основной аккаунтыма тіркеліп алсаңыздар, байкрипто, сол жерде тегін сигналдар беріп отырамын және де өзімнің крипто портфелімен бөлісіп отырамын. Сіздер соны жаңа қайталайсыздар. Міне менің портфелім жасалған уақытына қарайтын болсақ, міне мынау бізде жасалды, осы монета жасадым деп жібердім осы портфелімді. Одан кейін 28 ноябрь күні. Бүгін бізде нешесі? Бүгін бізде 3, яғни 5 күн уақыттың ішінде қанша пайда бергендігін мына жерден қараймыз. Жаңа көрсетіп өттім, $1200 30%-ке дейін пайда берген болатын. Бұл ақпаратты біз сигнал ретінде каналда айтқан болатынбыз. Яғни мен сатып алып кезде, алып жатқан кезде айттым, алып жатырмын. Сол кезде соны қайталап кірген адамдардың барлығы менімен бірге табысқа жеткен болатын. Міне спотқа 5 монета алдым деп. 5 күн өтті, арада пайдасымен бөлістім. Енді біздің закрытый сигнал каналымыз бар. Ол сигнал каналдың ішінде міне күнделікті сигналдар беріліп жатыр. Енді мына жерде сіздерге көрінбейтін шығар, көрінбеуі мүмкін. Скрин мына жерге видеосын салатын боламыз. Осы жерде қарайтын болсаңыздар, міне соңғы сигналдардың барлығы күнделікті осылай беріліп отырады. Спотқа, фьючерсқа күнделікті сауда бары беріліп отырады. 33%, 20%, 30%. Яғни біздің ашық айтылмайтын ақпараттар жабық сигнал каналда. Одан бөлек альтсезонмен табыстабам дейтін болсаңыздар, жұмыс жасаймын дейтін болсаңыздар, әрине білім алам дейтін болсаңыздар, біздің сабақтар, курстар жүріп жатыр. Өтсеңіздер болады, оның бары бізде қарастырылған. Міне достар, сіздерге көрсеттім. Жалпы қалай жасау керек қорытындылайтын болсақ, альтсезон басталды. Одан кейін оның арқасында біз қысқа мерзімді стратегиямен жұмыс жасаймыз. 1 апта, 2 апта емес, 2-3 күндік, 1 апталық максимум портфельмен жұмыс жасаймыз. Пайдасын алсаңыз, теласын қалдырасыз да, пайдасын шығарып алып, оны жаратсаңыз болады. Немесе ары қарай долгосрокқа жасайтын дейтін болсаңыздар, басқа монетаға салып, ары қарай портфеліңізді жалғастыра бересіз. Дәл осылай жұмыс жасаймыз. Одан кейін бүгінгі видеода мен сіздерге 3 монета бердім жалпы спотқа. Міндетті түрде сатып алыңыздар. Немесе сатып алмасаңыз да сыртынан бақылап қарап отырсаңыз, осы видеоның пайдасын және қандай нәтиже болғандығын 1 аптадан кейін шығаратын боламын. Одан кейін оны қалай сатып аламыз Binance'ның ішінде және де оны портфельге қалай енгіземіз көрсеттім. Бүгінгі видео осындай достар, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де видео пайдалы болса, әрине сіздер үшін бізге поддержка, лайк басу, тіркелу, комментарийға сұрақтарыңыз болса қойып, немесе қандай видео көргіңіз келсе жазып кетсеңіз, біз міндетті түрде түсіреміз. Және де достар, осы видеоны танысыңызға, досыңызға, туысқаныңызға, кім осы альткоин өсіп жатқан кезде альтсезонда табыс табады, табыс табыста екен дейтін болсаңыз, сол адамға жіберіңіз. Ол да сіз сияқты табысқа жетсін. Все достар, видеоны аяқтайтын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен Төленбай Мейірман, байкриптолог командасы.